Алматыда бір өзгеріс басталғалы тұр. Бұл жаңалық көпшілікті ойландырды. Кейбіреулер үшін қалыпты үрдіс, ал кейбір үшін өте ауыр тақырып. Ресми дерекке сүйенсек, Алматы қаласында крематорий ресми түрде жұмысын бастайды. Бұл туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасы хабарлаған. Яғни бұдан былай қала аумағында кремация қызметі заңды түрде іске қосылады. Ведомство мәліметінше, Әділет министрлігі мен Ұлттық экономика министрлігі жерлеу және қабірлерді күтіп ұстау ісіне қатысты үлгілік қағидаларға енгізілген өзгерістерді тіркеген. Бұл дегеніміз не? Бұл крематорий қызметін заң аясында жүргізуге, ал кремация рәсімін ресми түрде басуға толық жол ашылды деген сөз. Яғни бұл бір күнде шыққан шешім емес, бұл ұзақ уақыт дайындалған, құжат жүзінде бекітілген өзгеріс. Алайда бұл жаңалық қоғамда әртүрлі пікір туғызуы мүмкін. Бірі оны заманауи үрдіс десе, бірі ұлттық дәстүр мен сенімге қайшы деп қабылдауы мүмкін. Ал бұл шешім алматылықтардың таңдауына қалай әсер етеді? Кремация мен дәстүрлі жерлеу арасында қалай тепе-теңдік сақталады? Бұл тек бір қаладағы өзгеріс пе, әлде ертең бүкіл елге тарайтын үрдістің басы ғана ма? Бұл сұрақтың астарында жай ғана бір қызмет емес. Бұл адамның өлімге деген көзқарасы, қоғамның рухани бағыты, ұлттың тамыры жатыр. Өйткені өлім біз қашатын тақырып. Айтқымыз келмейтіні шындық, бірақ одан ешкім қашып құтылмайды. Исламда өлім жоқ болып кету емес, бұл кездесудің басы, яғни пенде мен Раббысының арасындағы ең әділ, ең ашық сәт. Ал қазақ үшін ше? Қазақ өлімді құр рәсім деп қабылдамаған. Қазақ үшін жерлеу аманат, ата-бабадан қалған ең соңғы борыш. Туған жердің топырағы бұйырсын деген сөз жай сөз емес, бұл ұрпақ пен ұрпақтың арасындағы рухани жіп. Марқұмды жерге тапсыру, оны жерге тастау емес, оны жаратқанның аманатына қайта тапсыру. Ал енді осы тұста кремация деген ұғым келді. Кремация денені өртеп күлге айналдыру. Кей елдерде бұл қалыпты тәжірибе. Тығыз қала, жер жетіспейді, логистика, экономика. Я бұл материалдық тұрғыдан түсінікті себептер. Бірақ сұрақ басқа. Біз бәрін тек ыңғайға қарап шеше аламыз ба? Ислам не дейді? Исламда адам денесі қасиетті. Тірісінде де, өлгеннен кейін де. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өлікті сындыру тіріні сындырғанмен тең деп айтқан. Яғни марқұмның денесіне құрметсіздік жасау, оның рухына да зиян. Исламда кремация рұқсат етілмейді, себебі бұл денені әдейі жою, отпен азаптау ретінде қаралады. Ал енді ойланайық. Ешкім ертең бәрі кремацияға өтеді деп тұрған жоқ, бірақ таңдау пайда болады. Ал таңдау пайда болған жерде уақыт өте бағыт өзгереді. Бүгін ерікті түрде ғана дейміз, ертең қолжетімдісі осы дейміз. Бүрсігүні басқаша мүмкін емес деп қалуымыз ғажап емес. Тарихта солай болған. Қазақта бұрын қарияны қарттар үйіне беру ұят саналатын. Бүгін ол да қалыпты құбылысқа айналып барады. Неге? Себебі материалдық мәселе рухани жауапкершіліктен алға шықты. Кремация да осы жолмен кетпей ме? Бұл жерде ешкімді кінәлау жоқ, бұл ойлану керек тақырып. Өйткені қалада жер тапшы, зират көбейіп жатыр, күтім жоқ, қараусыз қабірлер көп. Бұл да шындық. Бірақ мәселе шешімді қайдан іздейміз дегенде. Біз әр проблеманың шешімін батыстан іздей береміз бе? Әлде өз дәстүріміздің ішінен жауап іздейміз бе? Қазақта зираты жоқ ауыл болмаған, бірақ ол зираттар табиғатпен үндесіп, қасиетпен қоршалған. Зират қорқынышты жер емес, тәрбие мектебі болатын. Адам зираттың қасынан өтіп бара жатып тынышталып қалатын, өмірдің өткінші екенін сол жерде түсінетін. Ал егер адамның күлі ғана қалса ше, ұрпақ қай жерге барып атасына дұға жасайды? Адами тұрғыдан қарасақ, кей адам кремацияны жеңіл қабылдайды, себебі өліммен бетпе-бет келгісі келмейді, қабір көргісі келмейді, ауырсынғысы келмейді. Бұл қорқыныштан туған шешім. Ал өлімнен қорқу иманның әлсіздігінен емес, өлімді түсінбеуден туады. Ислам өлімді қорқыныш емес, ескерту деп үйретеді. Әрбір жан иесі өлім дәмін татады дейді Құранда. Яғни бұл ерекше жағдай емес, бәріне ортақ заңдылық. Сондықтан бұл мәселе бір крематориймен бітпейді. Бұл біздің кім екеніміз туралы сұрақ. Біз тамырын сақтаған ұлт болып қаламыз ба, әлде ыңғайға жығылған қоғамға айналамыз ба? Бұл жерде тыйым салу емес, түсіндіру маңызды. Адам неге дәстүрлі жерлеуді таңдау керек? Неге исламда бұл аманат саналады? Егер қоғамға осы дұрыс жеткізілсе, таңдау өзінен өзі айқындалады. Ал егер үнсіз қалсақ, онда ертең балаларымыз бұл тақырыпты бізден емес басқа мәдениеттен үйренеді. Сонда кеш болуы мүмкін. Бұл Алматыдағы бір нысанның ашылуы емес, бұл ұлттың санасының сынағы. Біз заманға бейімделеміз бе, әлде заманды өз құндылығымызбен теңестіре аламыз ба?
Алматы. Бұл тек қала емес, Алматы қазақтың жүрегі. Алматы талай тұлғаның табаны тиген, талай әулиенің дұғасы дарыған мекен. Ал сол Алматыда бүгін крематорий туралы әңгіме шықты. Халық шулады, бірі қарсы, бірі қолдады. Бірақ көп адам бір нәрсені ұмыт қалдырып жатыр. Кезінде де осындай ұсыныс болған. Кеңес заманында Алматының тізгіні Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыздың қолында тұрған кезде де осындай ұсыныс көтерілген. Сол кезде үлкен қала, халық көп, жер жетпейді, кремация жасайық деген идея болған. Бұл аңыз емес. Бұл сол дәуірді көрген адамдар айтқан әңгіме. Бірақ сол кезде Қонаев не істеді? Ол келісім берген жоқ. Ол рұқсат етпеді, ол тоқтау салды. Неге? Қонаев діндар болды ма? Енді біреулер айтады, ол коммунист еді ғой, дінге қарсы емес пе? Я ол коммунист болды, я ол кеңестік жүйенің адамы болды. Бірақ ол қазақ еді. Қазақ болу деген ата-баба аманатын білу, жердің киесін сезіну, өліге құрмет, тіріге ізет көрсету. Қонаев 5 уақыт намазын жар салмай оқымаған шығар, бірақ қазақтың мәйітке деген көзқарасын жақсы білді. Қазақ үшін мәйіт аманат. Қазақта өлі разы болмай тірі байымайды деген сөз бар. Біздің дәстүрде адамды өртеу жаза, қарғыс немесе жауыздық белгісі. Ал құрмет жуындыру, кебіндеу, жерге тапсыру. Қонаев осыны білді. Сол үшін ол Алматы қазақтың рухани астанасы. Мұнда крематорий салуға болмайды деген ұстанымда болды. Бұл тек дін мәселесі емес. Бұл жерде тек ислам емес ағайын. Бұл ұлттық код. Бұл сананың шекарасы. Бұл ертеңгі ұрпаққа қалатын белгі. Егер бір қалада мешіт тұрса, зират тұрса, ата-бабасы жатқан жері тұрса, ал соның ортасында адамды пешке салып өртейтін ғимарат тұрса, бұл қалай әсер етеді? Қонаев ашық айқайлаған жоқ, митингіге шыққан жоқ, бірақ үндемей отырып үлкен шешім қабылдады. Ол Мәскеуге қарсы шықпады, бірақ ұлттық шекараны қорғады. Бұл нағыз саясаткердің даналығы. Біз қазақ не істеп жатырмыз? Ал енді бүгінге келейік. Бүгін тәуелсіз елміз дейміз, ұлттық құндылықты айтамыз, дінді ашық ұстанамыз дейміз. Бірақ крематорий деген заманауи, Европа солай істейді деп ақтауға тырысамыз. Бірақ біз Европа емеспіз ғой, біз қазақпыз. Заманауи болу деген өзегіңді өртеу емес, заманауи болу деген ғылым, білім, технология. Ал ата-бабаның сүйегін өртеу прогресс емес, бұл сананың шаршауы. Ертең бұған кім үйренеді? Бүгін өз еркімен дейміз, ертең жер жетпейді дейміз, бүрсігүні барлығына ортақ ереже дейміз. Тарих осылай басталады. Исламда мәйітті өртеу харам. Дене Алланың аманаты. Адам топырақтан жаралды, топыраққа қайтады. Бұл жерде талқылау жоқ. Қонаев атамыз бір нәрсені білді. Ол халықтың сабырын, дәстүрдің салмағын, рухтың маңызын білді. Сондықтан крематорий салдырмады. Біз бүгін заңды талқылап жатырмыз. Экономика дейміз, ыңғай дейміз. Ал Қонаев кезінде рухты ойлады. Осы жерде сұрақ. Біз кімнің жолымен кетіп бара жатырмыз? Ата-бабаның ба? Әлде бәрін жеңілдетіп, бәрін өртеп, бәрін ұмытуға апаратын жолмен ба? Тағы бір нәрсені ашық айтайық ағайын. Бұл әңгіме бір крематорий, бір ғимарат, бір пеш туралы емес, бұл қоғамның қай жаққа бет алғаны туралы әңгіме. Өйткені қоғамды заң емес, экономика емес, тіпті саясат та емес, құндылықтар ұстап тұрады. Ал құндылық шайқалса, қала әдемі болғанымен, көшелері кең болғанымен, адамның іші босайды. Қарап көрейікші, қай халықта өртеу бар? Ежелгі үнді тайпаларында, буддизм, индуизм дәстүрінде, кейбір батыс елдерінде. Ал қазақта ше? Қазақ қалмақтың ордасын өртеген, бірақ адамды емес. Адамды өртеген қоғам адамды зат деп қабылдай бастайды. Мәйіт зат емес, аманат. Исламда да, қазақтың түсінігінде де. Мәйіт қалдық емес, мәйіт қоқыс емес, мәйіт өтил емес. Ол кешегі тірі жан. Ол біреудің әкесі, біреудің анасы, біреудің баласы. Ал пешке салу сол аманатқа соңғы құрметтің жоғалуы. Қонаев бір нәрсені жақсы түсінді. Егер Алматыда бірінші крематорий салынса, ертең басқа қалаларда да салынады. Ал арғы күні бұл қалыпты нәрсеге айналады. Ол есік ашылмау керек екенін білді. Себебі бір рет ашылған есік қайта жабылмайды. Мына бір қызық парадоксты қараңыз. Дінді қысып, мешіттерді жапқан, Құранды тығып оқытқан кеңес үкіметінің өзі қазақ даласында жаппай кремация енгізе алмады. Неге? Өйткені олар да білді, бұл халықтың жанына тиеді. Ал біз ше? Тәуелсіз ел болып отырып, сол шекараны өзіміз бұзып жатырмыз. Біреулер айтады, мыналар дінді алға тартып отыр деп. Жоқ ағайын, бұл адамгершілік. Адамға тірісінде де құрмет, өлгенінде де құрмет керек. Егер өлгенде құрмет болмаса, тірінің де қадірі азаяды. Бүгін таңдау еркі дейміз, бірақ ертең экономикалық тиімді дейміз. Сосын міндетті норма дейміз. Қорқыныш осында.
Тарихта мұның мысалы көп. Алматы тек көшелер мен үйлер емес, Алматы ананың көз жасы, әкенің дұғасы, жерленген ата-бабалардың рухы. Сол рух тұрған жерде адамды пешке салу ішкі қайшылық тудырады. Қонаевтың берген сабағы мынау: бәрін заңмен емес, бәрін пайдамен емес, кей нәрсені рухпен өлшеу керек. Бүгінгі басшыға да, бүгінгі халыққа да осы жетіспей тұр. Ал сіз қалай ойлайсыз? Адам денесін пешке салып өртеген дұрыс па? Әлде дін мен дәстүрге сәйкес жерге тапсырған дұрыс па? Өз ойыңызды міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіз. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді де ұмытпаңыз.